Болат Назарбаевтың мұрасы кімге қалады деген сұрақ оның айналасын қатты алаңдатып жүр. 2024 жылы маусым айынан бастап Болат Назарбаевтың байлығы бөліне бастайды деген хабар тарап жатыр. Және бұған өздерінің үлесіміз бар деп таласып жатқан оннан аса балалар мен әйелдері бар. Өзінің көзі тірісінде Болат Назарбаев бар байлығын үлкен ұлы Нұрбол Назарбаевқа қалдырып кеткен. Болат әулетіндегі үлкен ұлы бірінші әйелінен туған және бірқатар құқық қорғау саласына қызметтер атқарған, яғни полиция бастығының орынбасары болды, басқа да қызметтер атқарды. Соңғы кезде кәсіппен айналысады деп айтылады. Енді кәсіп бизнес дегені түсінікті ғой Болат Назарбаевтың қалғаны. Енді ресми түрде Болат Назарбаевтың дүние мүлкі байлықтары $170 миллион шамасы дейді. Әрине біз бұған сенбейміз. Одан да көп болуы ықтимал бейресми түрде. Енді соның барлығын бөлісу, кім қандай бөлісе алады, кімге қандай үй, жер, ақша, дүние мүлік бөлінеді деген жай оның айналасын алаңдатып отыр. Одан бөлек, қазір түрмеде Болат Назарбаевтың ең жақын көмекшісі болған, көпшіліктің арасында адам жегіш деген атаумен танымал болған Елдос Қоспаевтың тобы отыр. Оларды Қоспаевты тобымен сонау Кипрден арнайы жасақпен алып келген болатын. Бірақ әлі сот басталған жоқ. Оған себеп 508 том дейді қылмыстық істері. Одан бөлек көптеген материалдармен өздері қорғаушылары танысу керек әлі. Яғни басталуы ұзаққа созылып жатыр. Болат Назарбаевтың айналасындағы Қоспаевтың бандасы деп айтылады. Түрмеге отырғанына 2 жыл болып қалды. Оларға рейдерлік әрекет жасады деген айыптар тағылып отыр. Қоспаевтың ықпалы зор. Әлі күнге дейін прокурор соттарға әмірі жүріп тұр деген сөз көп айтылады. Бұлар рейдерлікпен айналысып, көптеген кәсіпкерлердің бизнестерін тартып алды деп айыптайтындар да көп. Ең қызығы, адам жегішті айыптағанмен, оның арқа сүйері болған Болатты айыптап жатқан ресми органдар жоқ. Иә, ол өлді. Бірақ естеріңізде болса, қаңтардан кейін қаншама қазақтың қарапайым отбасының балаларын өлгеніне қарамастан соттады емес пе? Тіпті көпшіліктің арасында әруақтар соты деп те аталып кетті. Ендеше Назарбаевқа арқа сүйеп, дәл қазір ресми түрде $170 миллион ақша жинаған Болат Назарбаевты неге соттамайды? Оның да сотын өткізсін әруақтар соты секілді. Ол да жауапқа тартылуы тиіс деп есептейміз. Өлгеніне қарамастан қаншама қазақтың қарапайым отбасының балаларын соттап тастады емес пе террорист деп. Осының барлығын ескере отырып, Болат Назарбаевты да соттау керек деп есептейміз. Және Назарбаевқа арқа сүйеп жинаған бар дүние мүлкі елдің, мемлекеттің қазынасына қайтарылуы тиіс. Себебі бұл рейдерлікпен айналысқан нағыз қылмыскердің өзі екендігі анық.